Қарашы, мына құлан төлінің өмірге келгеніне шамамен 3 ай болған. Қандай кішкентай? Иә, біз оны алғаш рет тамыз айында Алтын Емел ұлттық саябағында көрген едік. Қазіргі кезде Алтын Емел ұлттық саябағында табиғатта кездесетін жабайы жылқы тұқымдас жануарларды тамашалауға болады. Құлан тұқымдасына жататын жануарлар көп пе? Құлан тұқымдасына жататын жануарлар көп емес. Оларға Африкада мекендейтін зебралар, жабайы есектер және бір замандарда Еуразия жазықтығын жайлаған жылқылар жатады. Құландар негізінен қай аймақтарда тіршілік етеді? Құландар тіршілік ететін аймақ шығыста, Моңғолия мен Қытайдан басталады. Ал батыста таяу шығысқа дейінгі аймақты қамтиды. Бір кездері құлан тұқымдастар Қазақстанның оңтүстік жартысындағы жазықтықта тіршілік етті. Олардың саны да көп болған. Ал құландардың үйірі шөл даладан бастап жазық далаға дейінгі аралықты мекендеген. Бірақ 20 ғасырдың ортасында Қазақстанда құландар толығымен жойылып кете жаздады. Қазақстанда жоғалып бара жатқан құландар популяциясын сақтап қалу үшін көп жұмыс істелді. Құландар популяциясын қалпына келтіру үшін Алтын Емел ұлттық саябағы таңдалды. Бұл жердің тамаша табиғаты туралы 19 ғасырдың ортасында Шоқан Уәлиханов жазып кеткен. Оның жазбаларында құлан мен қарақұйрық үйірлері туралы айтылған. Қарақұйрықтар да жойылып кетудің аз-ақ алдында тұрғанымен, олар сақталып қалды. Қазақстандағы жоғалып бара жатқан құландарды қалпына келтіру тарихы қашан басталды? Қазақстандағы жоғалып бара жатқан құландарды сақтап қалу тарихы 1953 жылы Аралдағы Барсакелмес аралына Түркменстаннан 8 құлан әкелінген уақыттан басталады. Ал ширек ғасырдан кейін Аралдағы құландар саны 100-деген ереге жеткен. 1982 жылы Барсакелместен Алтын Емелге 32 құлан әкелінеді. Бұл аймақ жақсы қорғауда болғандықтан, құландар өздері бұрын мекендеген аймаққа жылдам үйренісіп, саны өсе түсті. Бүгінде ұлттық саябақта құландардың 30-дан аса тұқымы туылып, жануарлар басының өсімі 3000-ға дейін жеткен. Бұл әлемдегі ірі популяцияның бірі.